Петропавл әкімдігі 83 миллион теңгеге қала тұрғындарын патриот етпек пе? Сипаттамасында қазақстандық патриотизм сөзі 3 рет кездесетін тендердің негізгі мақсаты қандай? Сұрақтың жауабын бірге зерттейік. Оған дейін каналға жазылып, лайк басып қойсаңыз болады. Айтпақшы, Петропавл досыңызбен видеоны бөлісе салыңыз. Ақшам болса қалтаңда да қалтаңда. Тура бір жыл бұрын Петропавлда қайта КСРО құрамыз деп шыққан сепаратистік топтарға патриот болыңыздар деп ескерткені ме? Әйтеуір ұзындығы 15, ені 5 метр болатын 10 000 шаршы метр патриоттық баннерлерді қала ішінде ілу үшін әкімдік бюджеттен 83 миллион теңге бөлген. Тендердің техникалық сипаттамасына сәйкес жеңіп алған мекеме баннерлерден бөлек қаладағы ту ілетін жерлерге 500 шаршы метр ту, жарық шамдарға ілу үшін 300 шаршы метр ту жасауға міндетті. Барлық жұмыс біткесін орындаушы фото есеп тапсыруы тиіс. Сіздерге қызық факт айтайын. Петропавл әкімдігі бұндай тендерларды жылына бірнеше рет ұйымдастырады. Мысалы, 2023 жылдың қаңтарында патриоттыққа үндейтін баннерлерді ілуге 78-де 3 миллион теңге, тамызда 35-те 7 миллион теңге, ал қыркүйекте 22-де 3 миллион теңге жұмсаған. Сол жылы тұрғындарды патриоттыққа шақыруға жалпы сомасы 136-да 3 миллион теңгенің баннері алынған. Дәл сондай тапсырысқа 2022 жылы 113-те 3 миллион, 2021 жылы 58-де 5 миллион теңге жұмсалған. Петропавлды патриоттық баннерлермен әрлеу тарихы тереңде жатыр екен. Петропавлск Ньюс басылымы бұл билбордтардың 2011 жылдары да ілінгенін жазған. Баннерлердің мазмұны бір-бірінен аумайды деуге болады. Басылған баннерлердегі хабарламалар тұрғындарды президент пен оның реформаларын қолдауға шақырып, ішкі саяси тұрақтылықты орнатуға бағытталған. Кейде мұндай баннерлерде оқы деген сияқты лозунгтар немесе отпен ойнамау керек деген секілді ескертулерде басылған. Петропавл тұрғындарының патриоттық сезімі оянды ма, шок па, белгісіз. Солтүстіктегі қала тұрғындарында баннерден басқа мәселе жеткілікті. Мәселен, өткен жылы қаладағы жылу жүйесінің дұрыс болмауынан тұрғындардың өз үйлерінде үсіп қала жаздағаны бар. Қалада кәріз коллекторындағы апаттан кейін төтенше жағдай жарияланғаны секілді мәселелерде шешімін күтіп тұр. Енді сәл логиканы қосып ойлансақ, баннерлер ішкі саяси тұрақтылыққа көмектеспейтін сияқты. Сіз қалай ойлайсыз? Пікірге жаза кетіңіз. Материалмен толық танысқыңыз келсе, сипаттамада көрсетілген сілтемеге өтіп оқысаңыз болады. Шынайы және тексерілген деректі бізден оқыңыз.